Ой canım sol böpelerin var mı? Bağı berk bolsun. Sen endi onu ustaysın mı, kötörüyorsun mu? Көтерілмеймін. Götür almaysın mı? Onda biz onu besikке böleyimiz. Atam kazak balanı besikке bölөгөн. Көп жаса жаным. Besikке bölөгөн. Besikti ağaçtan жасаған мені жақсылап. Besik balaga жылы болsun деп бесикти айбатлап жабдықтаған. Onun астына қыс төсегі болады, түбегі болады, басын баланың зәр төгілмесін, шашылмасын деп. Түбектің ішіне күл салады, не болмаса басқа бірдеңе салады, жылы болсын деп. Қыс төсегін, жастығын, жөргөгін бәрін салып, бесіктің қолы болса кетпесін деп қолбауы болады. Аяғы тышасын деп аяқ бауы болады. Баланы бесікке бөлегенде сөйлеме өтіріп бөлейді. Сонда баланың ұйқысы тыныш болады дейді. Баланы бөлегенде 9 затпен жабат, дақсан болу керек баланы. 9 киіммен жабат баланы. Қыз баланың жастығының астына айнамен тарақ салады. Өскенде әдемі болсын деп. Бұл балаға бәкі салады. Қыз балаға айнамен тарақ салады. Бөлер алдында балаға тыштыма рәсімін жасайды. Бұл баланың нәсіпті болсын, ырысты болсын, берекелі болсын деген ырым. Ал енді міне осыны жасайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менің қолым емес, бейбәті бәпірінің қолы. Алла ырысын нәсібін молғыла көр. Тыштыма. Көп жасаңдар жандарым. Көп жасаңдар. Әкел енді баланы бөлейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менің қолым емес, бейбәті бәпірінің қолы. Бесіктегі бала бесілейді дейді. Бесік балаға тыныш болады, жылы болады, жайлы болады. Сол себептен баланы бесікке бөлейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менің қолым емес, бейбәті бәпірінің қолы. Алла ұйқысын тыныш қыла көр. Жақсы жақтыза көр, ұйқысын тыныш қыла көр. Мынау аяқ бауы, аяғы босамасын деген. Мені баламызды бөлөдік, аяқ қолын будық. Енді бисмиллахир-рахманир-рахим жақсы ұйықтасын деп баламызды тербетіп ұйықтатамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, бесігіңе жата ғой, тәтті қыңа бата ғой. Бөпем менің ай екен, шекер екен, бал екен, ойнақтап бір бәйгіден озып келер тай екен. Әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, бесігіңе жата ғой, тәтті қыңа бата ғой. Алла ұйқыңды тыныш қылсын ботақаным. Сәбиді бесікке бөлегеннен кейін ата-анасы сәбиге бесік той береді. Сіздер бұна бесік тойдан дастарханнан ауыстыңыздар. Мен бата берейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дастархан байлығын берсін, ден саулығын берсін. Өмірге келген сәбиіміздің өмір жасы ұзақ болсын, жолы құтты болсын. Осы үйде ұрпағымыз өсіп өне берсін. Шаңырақтарынан шаттық босағалынан береке кетпесін. Алла бәршамызға амандық болсын, ел жұртымыз аман болсын. Ұрпақтарымыз аман болсын, өсіп өне берейік. Аллаху акбар.